Мұны көру үшін күн сайын әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған турист келеді. Бұл алыптардың жасы 800 жылдан астам, ал кейбіреулерінің жасы бірнеше мың жыл. Олар 10 қабатты ғимараттың биіктігіне дейін өседі, ал ені 10 метрден асады. Көптеген аңыздарда Құдай бұл ағаштарды төңкеріп қойған деп айтылады. Бірақ шын мәнінде ағаш жаңбырлы маусымдар арасында көптеген мөлшерде су сақтау қажеттілігіне байланысты өзінің таңғажайып пішініне ие болған. Бұл баобабтардың ең керемет жері ол өзіне жаңбыр кезінде тонналап су сақтай алады. Сондықтан Аллах Тағала бұл баобабтарды африкалықтарды шөлден сақтау үшін де жаратқан. Баобабтардың қазіргі шағын популяциясы бір кездері Мадагаскардың едәуір үлкен аумағын алып жатқан қалың орманның қалдықтары. Өкінішке орай жергілікті зорлық-зомбылық салдарынан ағаштар аяусыз кесілді. Сондықтан қазір бұл жер мемлекеттік қорғауға алынған және табиғат ескерткіші болып табылады. Баобабтар аллеясының ең көрнекті нысаны ғашық баобабтар болып табылады. Олардың сүйіспеншілікке толы құшақта қалай өрілгенін қараңыз. Ал сіз мұндай керемет ағаштарды бұрын-соңды көргенсіз бе? Комментарийге жазып кетіңіз. Осындай қызықты ақпараттарды біліп отырғыңыз келсе, Алтынбек Қайратұлына тіркеліп кетуді ұмытпаңыз.